Сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай фаршталған бұрышты пісіретін боламыз. Дәмі деген керемет, сочный болып шығады. Барлығын описанияға жазып кетемін. Ең алдымен пиязымызды осылай видеодағыдай ұсақтап 4-5 турап аламыз. Турап алғаннан кейін оны ыдысымызға саламыз. Бізде бұл жерде фарш тауықтың етінен жасалған. Қызанақты да дәл солай тураймыз. Және де осы фарштың ішіне ас көкпен және ақ желкен қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де тауыққа арналған дәмдеуішті қосып, 2 ас қасық қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де тағы да сұйық май құюды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Міне, салмамыз дайын болды. Келесі кезекте бұрышты осылай тазалап жуып, 2-ге бөліп аламыз. Кейін бұрыштың ішіне жақсылап салып, нығыздап, бұрыштың ішіне салмамен толтырамыз. Мен әртүрлі түсінен алдым бұрышты. Сары, жасыл, қызыл өте әдемі көрінеді. Егер де фаршыңыз артылып қалып жатса, жай ғана қасына қосып сала салыңыз, ол да пісіп шығады. Мен де дәл солай істедім, себебі балаларым менің бұрыш жемейді. Енді осының барлығын 180 градуста 25 минут көлемінде пісіреміз. 25 минут өткеннен кейін өстіп, үккіштен өткен сырымызды салып, тағы да 10 минут көлемінде пісіреміз. Міне, біздің фаршталған бұрышымыз дайын болды. Өте дәмді және де соғы шығып тұрды. Себебі бұл жерге біз қызанақты қостық. Дәмі деген керемет, осылай сәндеп ұсынсаңыздар болады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басыңыз.